Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге Валентин күні жайлы айтатын боламыз. Валентин күні қарам ба, оны тойлауға бола ма, оның құпия сырларын ашатын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Үйленуіне тыйым салған, заңын бұзып некелескені үшін өлім жазасына бұйырылған адам. Ал осы оқиғадан 2 жыл өткеннен кейін екінші император Геласиустың шешімімен әулие Валентин күні мерекеленген. Екінші бір діни аңызда Валентиннің дін қызметкері екендігі, христиандарға көмектескені үшін түрмеге қамалғаны, осында жатып оның түрмеге қызметкеріне ғашық болғаны, оның жазаға тартылып басынан Валентин күні, әулие Валентин күні немесе ғашықтар күні 14 ақпанда әлемнің көптеген елдерінде ғашықтарға орайластырып тойланатын мереке. Валентин күнінің тарихы. Деректерде әулие Валентин күні батыс Еуропада 19 ғасырдан бері ақш-тың 1777 жылдан бастап мерекеленуден, оның Қазақстанға және басқа тмд елдерінде кездеседі. 90 жылдардан басы христиан діндарларының аңыздарында 3 Валентин туралы айтылды. Біріншісі Рим императоры Юлий Клавдийдің сарбаздарының үйін 3 әулие Валентиннің дін үшін қаза болғанын білетін бе едіңіз? Бұрын-соңды естіп пе едіңіз? Оларды бүгінгі таңда ғашықтардың жебеушісі деп танысса да, азапты тағдыры мен өлімінің себебі бұған еш сай келмейді десе де, бұл батыс шабылғандығы айтылды. Ал енді 3-ші Валентин ешкімге ғашық болмаған, христиан дінінің қызметкері болған, оның не үшін жазаланғаны белгісіз. Тек ол өлім жазасына кесілгеннен кейін әулие деп жарияланған. Әулие Валентин күнін атап өту бірінші кезекте азап шегу және дін үшін жан берумен байланысты, яғни оның шығу тарихының бүгінгі ғашықтар мерекесін атап өтумен еш шектелмейді. Сондай-ақ әрбір христиан бұл күн әлдебір адамға ғашық немесе ақ шоколад сыйлаумен шектелмейді. Батыс дәстүріне еліктеп жүрген жастардың бетін қағып ғашықтар мерекесін алып тастау керек деген сөз емес. Оның үстіне сүйіктіңізге романтикалық тосын сый жасау үшін міндетті түрде белгілі бір мерекені күту қажет емес секілді. Адамның бір ақпаратты қабылдау қабілеті таңғажайып дүние десе де болады. Көп жағдайда адам ел аузында жүрген ақпаратқа сенуге құмар келеді. Басқаша айтқанда, халықты сендіру үшін бір ақпаратты көптеген басылымның көшіріп басып, блогерлердің парақшасынан көрінуі жеткілікті. Ал оның шындыққа қаншалықты жанасатыны маңызды емес. Өкінішке орай, басылым беттерінде жарық көрінетін жаңалықтар әуел бастан-ақ қате болды. Ал достар, осы видеода өз аяғына жетті. Егер сізге видео ұнаған болса, онда міндетті түрде арнаға жазылып лайк басыңыз. Әрдайым бізбен бірге болыңыз. Сау болыңыздар.